Саламатсыздар ма? Бүгін біз Adobe After Effects 2024 жылғы нұсқасымен танысатын боламыз. Яғни бұл қандай бағдарлама деген сұраққа келетін болсақ, бұл яғни керемет дизайндағы анимацияланған видеоларды және де видеоларды монтаждауға арналған және де атайтып тұрғандай түрлі эффектілерді пайдалана отырып керемет видеоларды жасауға болады. Программаға, яғни бағдарламаға келетін болсақ, көз алдарыңызда көріп отқандай бағдарламаның яғни интерфейсі осы табылады. Енді сол жақ жоғары қапталдан жоғарыдан бастап таныстырып өтсем сіздерге, яғни бізде меню бар. Жоғарыда файл деген осыны бассаңыздар көптеген опциялар бар, яғни создать, открыть, последнее, обзор, закрыть проект, сохранить как, импорт, экспорт, тағы басқа. Одан кейін правка, өздеріңіз білесіздер, қайта өңдеу, композиция. Яғни біздің композициямыз ол біздің жасайын деп жатқан видеомыз. Одан кейін слой, яғни қабат, эффекттер бар. Яғни эффект дегенде өздеріңіз білесіздер, түрлендіру, яғни видеомызды керемет эффекттермен түрлендіріп көз тартарлықтай қылып жасауға болады. Анимация бұл өзінше бөлек түрде. Вид, окно, справка. Одан кейін одан төменгі жағында түрлі құралдар бар. Яғни олар қазір не активный болып тұр, белсенді емес. Яғни біз өзіміздің композициямызды жасай бастаған сәттен бастап олар белсенді күйге арналған, яғни өзінің түстерін беретін болады, яғни іске қосылатын болады. Оң жақ қапталға қарайтын болсаңыздар, выровнять деп тұр, яғни аудио эффекті и шаблоны. Мына жерде бізде эффектілердің барлығы көрініп тұр. Яғни өзіңіз ішінен таңдап алсаңыз да болады. Өзіңіз білетін эффект немесе мына жерде іздеу батырмасы бар. Осы жерге өзіңізге қалаған эффектіні іздеп атауын жазып іздеп тапсаңыз болады. Одан кейін төмен жақты көрсететін болсақ, бізде осы жерде яғни жұмыс аймағы болады. Осы жерде біз түрлі жұмыстарды, яғни қандай объектімен, яғни қандай видеомен немесе суретпен жұмыс жасап жатырмыз, барлығы осы жерде көрінетін болады. Яғни бұл Adobe After Effects 2024 нұсқасы, жаңа басында айтып кеткендей, осы бағдарламаға кіргеннен бастап бізде дәл осындай бет ашылады, яғни программаның интерфейсі. Одан кейін біз не жасаймыз, яғни композиция жасаймыз, немесе видеорядтардан создать композицию из видеоряда деп тұр. Ішіндегі бар видеолардан жасау. Біз жаңа композиция жасауымыз керек, создать композицияны басамыз. Создать композицияны басқаннан кейін бізде көптеген баптаулар, настройкалар пайда болады. Жерге название, мысалы сіз қандай видео атау бересіз, мысалға өзіңіздің атауыңызды бересіз. Мен лайықты ұстаз деген атау бергім келіп отыр. Одан кейін бізде шаблон настройки деген бар. Осы жерде сіз қанша кадр, сосын қандай өлшемде жасағыңыз келеді видеоны, соны өлшемді осы жерден таңдап қоясыз. 25 кадр, 1920 және де 1080. Одан кейін ширина мына жерде тұр. Оны бүйтіп тартып үлкейтсеңіз де болады, кішірейтсеңіз де болады. Тұрғандарыңызды екі жаққа бағыттауыштыр алып, екі жаққа жылыстаңыз азаяды немесе көбейеді. Пропорция пикселі, яғни пикселіңіз қандай болады, мысалы мына жерден таңдап өзіңіз қойсаңыз болады. Частота кадров, мысалы 25-30 қалағаныңызды таңдайсыз. Разрешение полное, половина, треть, четверть дейді.
Одан кейін длительность, яғни өзіңіздің видеоңыз қандай ұзақтықта болады. 10 секунд деп таңдап көрейін. Одан кейін бізде төменгі жағында жұмыс парақшасы, яғни жұмыс беті, жұмыс аймағы деп айтайыншы, жұмыс аймағы ашылады. Сол жұмыс аймағымыз біздің яғни болу керек. Мысалы өзіңіз таңдайсыз. Жасыл болу керек па, көк болу керек па, қара болу керек па. Осы жерден таңдап қоя берсеңіз болады. Енді окей батырмасын басамын. Сізде дәл осындай жаңа айтқандай жап-жасыл жұмыс аймағымыз ашылды. Төмен қарап отырсаңыздар, мына жерде де менюлар бар, бізде функциялар. Енді осы жерден көлемін келтіруге болады. Бізде жылжымалы аймағымыз, яғни осы жерден видеомыздың ұзақтығын көріп, қай жерге ключевой кадр қоятынымызды қарап отырсақ болады. Осымен енді бүгінгі біздің бірінші сабағымыз аяқталды, яғни жалпылама After Effects бағдарламасымен танысып шықтық. Енді келесі сабақ болсын десеңіздер, осы бейнероликке видео комментарий қалдырыңыздар. Әрі қарай After Effects бағдарламасымен таныстыру видеосын, яғни сабағын жасай беретін боламын. Сіздерден тек қолдау болса болған. Сіздер лайк бассаңыздар, яғни мен бұл видео, яғни сіздерге керек екенін түсінетін болам, және де келесі видеосын жалғасын түсіретін болам. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар, бар болыңыздар.